Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тазы ит па, ит емес па? Дәретті бұза ма, бұзбай ма деген сұрақтар әлеуметтік желіде өте қатты тарап жатыр. Мен енді соны фихи тұрғыдан, шариғат тұрғыдан жауап берейін. Біріншіден, шариғатымыз ол тазыны ит деп санайды. Өйткені ол жаратылысынан ит болып жаратылған. Екіншіден, ол дәретті бұза ма дейді. Біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ит, қандай да бір ит болмасын, ол тазы болсын, төбет болсын, дәретті бұзбайды. Бірақ біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Тазының сілекейі, мейлі төбет иттің сілекейі болсын, жалпы иттердің сілекейлері ол нәжіс. Егер де сіздің қолыңызға тиіп кететін болса, сіз сол жерді міндетті түрде жууыңыз керек. Егер де соның сілекейі сіздің киіміңізге тиіп кететін болса, онда сол киімді жуу керек, немесе ауыстыру керек. Яғни ол намазға жарамсыз. Бірақ киіп жүре берсеңіз болады. Бірақ намаз оқитын кезде ол киімді ауыстыру керек болады. Ол енді дәретті бұза ма? Жоқ, ол бұзбайды. Кез келген ит сізді егер де денесімен тиіп кететін болса, сіздің дәретіңіз бұзылмайды. Және де иттің денесі ол қаралады. Егер де ол иттің денесі таза болатын болса, мысалға тазылар өздерін таза ұстайды. Сіздің денеңізге тиіп кететін болса, онда ол дәретті бұзбайды. Ал егер де далада, қорада жатқан иттер болатын болса, сіздің денеңізге тиіп, соның денесіндегі нәжіс сіздің киіміңізге жағылатын болса, онда ол киім намазға жарамай қалады. Үшіншіден, тазы алып келген аң ол халал бола ма дейді. Шариғатымызда жалпы аңшылыққа арналған үйретілген ит болатын болса, яғни шариғатымыз бір шарт қояды, ит үйретілген болу керек дейді. Егер де сондай үйретілген ит болатын болса, сіз соны бисмилля Аллаху акбар деп қоянға немесе бір аңға салатын болсаңыз, сол итіңіз қоянды өлі алып келетін болса, онда ол аңды жеуге болады. Яғни сол қоянды жеуге болады. Өйткені шариғатымыз рұқсат еткен. Мысалға тазыны алдыңызда бисмилля Аллаху акбар деп жібердіңіз, ол сізге сол қоянды өлдей алып келсе, сол қоянды жейсіз. Ал енді сол қоянды тірідей алып келетін болса, онда бисмилля Аллаху акбар деп бауыздауыңыз керек болады. Егер де бауыздамасаңыз, ол қоянның еті сізге адал болмайды. Өйткені сіздің қолыңызда ол тірідей келді, бірақ одан кейін барып өз өлімімен өлді дейді, деп есептеледі. Бұл үкім тек қана тазыларға емес, барлық иттерге арналған. Яғни барлық аңшылыққа үйретілген иттерге арналған. Сол себептен де қазақ ата-бабаларымыз тазыны 7 қазынаның біріне қосқан, өйткені сол тазының несіменен, көмегіменен өзінің отбасысын асырайтын болған, аңшылыққа шығып деген сияқты. Ал енді иттеріңіз болса, нелеріңіз болса, осы үкімді біле жүріңіз. Уахиру дағвана анилхамдулиллахи роббил аламин.